Бәріне сәлем, бүгін сіздерге жыртылмайтын, езілмейтін, дәмді қамырды рецептін саламын. Қараңыздар, бір жұмыртқа, су жай ғана су болмау керек, қайнап суыған су болу керек. Кішкене тұзды да қосып жіберу керек. Суға сразу басында қосып қойдым. Сосын қамырды жақсылап қорықпай ұнның үстіне жаңағы судың бәрін салып қорықпай илей беріңіздер. Күшті болып шығады. Иншаллах езілмейді, ешқандай да қорықпай дәл осы мен берген граммны өлшеп тұрып жасасаңыздар ешқандай езілмейді де, жыртылмайды да, мыжылмайды да. Бірақ ескеретін нәрсе, қайнаған су болу керек. Қайнаған су ыстық болмау керек, мұздай да болмау керек, бірақ суыған жылы қайнаған су болу керек. Қамырды жақсылап жайып, қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Бірақ та тамақты бастардың алдында бисмиллах деп тамақ жасаудағы ниетіңізді дұрыстауды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған рахмет. Лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіздер қуанатын едім. Подписаться етіп қойсаңыздар одан да күшті еді.